теңдеудің шешуі бұл теңдеуге қоюға болатын сан, және сонда тура теңдік шығады. Міне өте жақсы. Балалар, бізге нені тап дейді? Өрнекті тап дейді. Кәрі, кім маған жерден өрнекті табады? Малика жүгіріп келе қойма. Өрнекті таба қоямыз тез-тез. Қайсы өрнек бізде, Малика? Аха. Жарайсың. Өте жақсы, жарайсың. Енді бері қараймыз. Мына менің қолымда конфеттер бар. Енді Малика, сен мына конфеттерді өзің ішінен санап аласың да, Айсұлтанға бересің. Жарай ма? Ал ішінен өзің санай қой бірінші. Енді Айсұлтан санап ал. Жарай. Енді Айсұлтан, мынаның ішінде бізде неше конфет бар екен? 10 конфет бар екен. Енді Малика, сен Айсұлтанға көрсетпей, осының ішіне конфеттерді алып тастаймыз. Көрсетпейміз. Ал Айсұлтанға бере қой енді конфетті. Айсұлтан конфетті санасын. 7 конфет қалды. Енді қараймыз. Бұл жерде кіріңіз, аға. Бұл жерде балалар. Басында қанша конфет болып еді? 10 конфет болған. Ол бізде белгілі. Ал Маликаның алған конфеті белгілі ма, балалар? Белгісіз, я? Ол бізде белгісіз. Ендеше қалған конфет бізде белгілі. Қалған конфет қанша еді, Айсұлтан? Қалған конфет 7. Ендеше сен қалай ойлайсың? Малика қанша конфетті алып тастады? Қанша конфетті алыпсы? 3 конфетті алып тастады. Қайсымыз өзіміздің теңдеуімізді қараймыз да, басымызға киеміз. Енді бұл жерде белгісіз санда қазір өзіміз белгілеп жүріп қаламыз, я? Кәне бәріміз басымызға киеміз. Болды, ала қойды. Жанталаспаңдар, балалар. Жанталаспаңдар. Бәріміз қосылып. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді осыға санайық. Қоша. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аға, ағылшынша санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Өте жақсы. Енді орнымызға отырамыз. Өзімізбен столымызға қоса ала кетіп, столымызға қойып қояйық.